Қайырлы күн достар. Кітап ақылына ақ сұрамайтын ең құнды қазына. Кез келген тұлғаның танымдық дамуына себепкер болып жүрген ақылшы досты әркім әртүрлі пайдаланып жүр. Әсіресе жат ағым өкілдері өздерінің теріс идеологиясын кітап арқылы жеткізіп жүргені жасырын емес. Сондықтан діни ақпарат алуға аса байыптылық қажет. Ал тұрғындар діни кітаптарды қайдан алып жүр? Оны өздерінен сұрағанды жөн көрдік. Діни кітаптарды қайдан алып оқисыз? Діни кітаптар оқымаймын. Енді Құран бар ғой өзіміздің. Кәрім Құран үйде тұрады. Ішіне аяттардан оқимын, а так именно арнайы діни кітаптар оқымаймын. Интернет дүкеннен тапсырыс бересіз ба діни кітаптарға? Жоқ, ондай жоқ. Бұл діни кітаптарды қазіргі таңда өзіміз мешіттің жанындағы арнайы дүкендер бар. Муфтияттың мақұлдаған кітаптары бар. Сол дүкендерден аламыз. Діни кітаптарға байланысты интернет дүкендерден оған тапсырыс бермейміз. Діни кітаптарды көбіне мынау осы қаладағы жамағат деген діни заттар сататын дүкеннен алам көп жағдайда. Жоқ, интернет дүкендерден алмаймын. Мен негізі діни кітаптар көп оқымаймын, бірақ бір рет оқыған болған. Жамағат дүкенінен жаңа діни тауарлар сататын. Сол жақтан алып оқыған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекітілген орын деп ойлаймын. Бір жақтан басқа ағымдар, қазір неше түрлі ағымдар көп қой, соған орай сол жақтан алып оқыған өте дұрыс. Өз басым тапсырыс берген жоқпын, бірақ енді білмедім, ол жағына жауап бермеймін. Діни кітаптарды қайдан алып оқисыз? Оқымаймын вообще діни кітап. Діни кітап былайша оқымайды екен өзім. Санжар Керімбайдың анау кітаптар бар ғой. Отбасы философия методысы, сосын әлдеден эпосқа дейін деген. Соларды оқимын, қисса кітаптарды көбінесе. Мен өзім негізі Ақтөбеден алдыртам. Пойызбен осы жаққа салып жібереді. Мешіттің жанындағы. Анандай дөңгіршектер бар ғой, содан аламыз. Интернет дүкенмен дос емес. Мешіттердің қасындағы кітапханалардан сол жерден аламыз. Діни кітаптарды мен кітапханадан алып оқимын. Ал намаздың уақытын оқитын кітаптарды мен өз арнайы дүкеннен сатып алдым, мешіттен. Интернет дүкеннен діни кітапты тапсырыс беріп көрдіңіз бе оқуға? Жоқ, ондай берген жоқпын. Өздеріңіз байқағандай тұрғындардың бір бөлігі діни кітапты мешіт жанындағы арнайы дүкендерден алатынын айтса, енді бірі мүлде оқымайтынын жеткізді. Осы орайда мынаны ескере жүріңіз. Елімізде діни әдебиеттер мен діни мазмұндағы материалдарды кез келген жерде сатуға, таратуға заң бойынша рұқсат жоқ. Бұл тұрғыда теолог маманның пікіріне назар аударайық. Қоғамда діни әдебиеттерді қайдан аламыз деген актуалды мәселелер ортаға шыққан жайы бар. Негізінде Қазақстан Республикасының аумағында дін саласы өзге салалар секілді құқықтық тұрғыда заңмен белгіленген. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңда діни әдебиеттерді сатуға рұқсат берілетін жер ретінде 3 жер көрсетіледі. Бірінші, ол ғибадат үйлері, яғни қарапайым тілде айтсақ, мешіттер, шіркеулер, храмдар. Екінші, арнаулы орта және жоғары оқу орындары. Ол дегеніміз медресе, немесе зайырлы білім беретін, дін саласында білім беретін жоғары оқу орындары, яғни университеттер. Үшінші, жергілікті әкімдіктер рұқсат берген арнаулы тұрғын үй жайларында сатылатын орындарда. Және сонымен қатар діни әдебиеттер алуда тағы да басты назарға ұстауымыз қажет нәрсе, ол алып жатқан әдебиетіміздің дінтану сараптамасынан оң қорытынды алғандығы немесе алмағандығы. Оны анықтау үшін кез келген алып жатқан әдебиетіміздің бірінші және үшінші беттерінде сараптама қорытындысы жарияланған. Дінтану сараптамасының негізінде аталмыш әдебиеттің оқуға жарамды немесе Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілген, етілмегендігі туралы қорытынды жазылады. Соған байланысты азаматтар діни әдебиетті оқуға болатынын, болмайтынын анықтауына болады. Сонымен қатар интернеттен діни мазмұндағы кітаптар сатып алуға да болмайды. Оған заң бойынша тыйым салынған. Бұны әрбір тұрғын білуі қажет.